Соғыс жылдары Қазақстандағы ірі кәсіпорындар немен айналысты? Соғыс жылдарында эвакуацияланған зауыт техникасы қалай қолданылды? Тылда жұмыс істеген жұмысшылар жиналған қаражаттарын қайда жұмсады? Соғыс жылдарында әйелдердің жұмыс шарттары қандай болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Соғыс жылдары Қазақстандағы ірі кәсіпорындар немен айналысты? 1942 жылдың ортасына қарай халық шаруашылығын соғыс жағдайына бейімдеп, қайта құру аяқталды. Яғни, кәсіпорындар қорғаныс өнімдерін шығарды. Майданға жақын кәсіпорындар Қазақстанға көшірілді. Бейбіт мақсаттағы қаржы қысқартылды. Көшірілген кәсіпорындар Алматы, Орал, Шымкент, Семей, Қарағанды, Ақтөбе аймақтарына орналастырылды. Өнеркәсіп орындары кәсіпорындар негізінен Мәскеу, Ленинград облыстарынан, Украина, Беларусь жерлерінен көшіріліп әкелінді. Көшіріліп әкелінген 54 зауыт пен фабрика тамақ өнеркәсібі халық комиссариатының қарамағында болды. Жеңіл және тоқыма өнеркәсібінің 53 кәсіпорны көшіріліп әкелінді. Республикада аяқ киім саласының қуаты 12 есе, былғары саласының қуаты 10 есе өсті. Қарағанды шахстрой тресінің жұмысшылары жаңадан 20 шахта және 3 көмір разрезін тұрғызып іске қосты. Мұнайлы аудандарға көмек көрсетілді. Атырау мұнай өңдеу зауытын, Каспий Орск мұнай құбырын салу үшін қуатты құрылыс ұжымы ұйымдастырылды. Соғыс жылдарында эвакуацияланған зауыт техникасы қалай қолданылды? Соғыс жылдарында республикада эвакуацияланған машина жасау және металл өңдеу зауыттары мен цехтарының негізінде машина жасау және металл өңдеу өнеркәсібі құрылды. Олар қару-жарақ пен оқ-дәрілердің жаңа түрлерін шығарды. Жауынгерлерді киіммен және азық-түлікпен қамтамасыз етуде жеңіл тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындары зор үлес қосты. Жеңіл өнеркәсіп орындарының жалпы саны 3 есеге көбейіп 65-ке жетті. Тылда жұмыс істеген жұмысшылар жиналған қаражаттарын қайда жұмсады? Соғыс жылдарында тылда еңбек еткен жұмысшылардың ерлігі аңызға айналды. Георгий Хайдин мыңдықшылар қозғалысының жетекшілері Семиволос пен Янкиннің әдісін қолданған республикадағы үздік бұрғылаушы болды. Соғыс жылдарында Ыбырай Жақаев, Шығанақ Берсиев, Сомжүрекова, Ким Мансам, Кривич, Кудлай есімдері бүкіл елге әйгілі болды. Қазақстандықтар соғыс жылдары майданға өз қаржысына алынған қару-жарақ техникада жіберіп тұрды. Мысалы, жүздеген оқушы егіс алқаптарында жұмыс істеп, металл қалдықтарын жинап, Қазақстан пионері қорына 4 миллион сом ақша өткізді. Бұл ақша Қазақстан пионері атты колоннаны жабдықтауға жұмсалды. Сонымен қатар, қазақстандықтар қоршауда қалған қалаларға көмек көрсетті. Жаралылар мен соғыс мүгедектеріне эвакуация госпитальдерін ұйымдастырды. Соғыс жылдарында әйелдердің жұмыс шарттары қандай болды? Ауыл шаруашылығында әйелдер еңбегінің үлесі артып, 1940 жылғы 48%-ның орнына 1942 жылы 75%-ға жетті. 76 мың механизатордың 55 мыңнан астамы әйелдер болды. Бүкіл одақтық социалистік жарысқа 10 мыңнан астам тракторшы әйел қатысты. Осылайша халықтың бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұранмен аянбай еңбек етуі майдан мен тылдың бірлігін, халықтардың достығын нығайтты. Халықтардың жан қиярлық еңбегінің, береке бірлігінің татулығы мен мейірімділігінің арқасында армандаған ұлы жеңіске қолымыз жетті.